Мына жылыжайда қыстай демалдырдық. От жаққан жоқпыз. Бізде түнде аязды күндері қатты аяз болды. Қысты күні -17-ге дейін барды. Бұның іші кемі -15-ге дейін барды жобасы. Құлпынайлар аман есен, шүкір. Жаймен гүлдеп өсіп жатыр. Ескі жапырақтарын бәрін жұлып шықтым, тазалап. Енді қазір гүлдеп жатыр. Әлі бірде-бір су берілген жоқ. Былтыр күзден бері және ешқандай тыңайтқыштар берілген жоқ. Енді айтайын дегенім, мына жердегі зиянкестер әлі өлмепті. Қанша суық болса да мына жылыжайдың іші. Енді соған қарсы қазір дәрі шашатын боламыз. Бұл жерде қазір паутина клеш дейді. Мынау диқаншылықпен айналыспаған адамдар біле қоймас. Ол не зиянкес екен. Қазақша айтқанда өрмекші кенесіз деп айтылады. Солар қазір жапыраққа түсіпті. Қыстай қанша аяз суық болса да мынаның іші, жылыжайдың іші, сонда да өлмеген. Қанша майда жаға жәндік болса да зиянкес. Қазір көрсетейін сіздерге. Мына телефонымды анықтап түсіре аламын, түсіре алмай ма? Көрейік барынша. Мінекей. Мына жапырақтың астына қоңыр точка болып тұрғандар, сол паутина клеш. Мінекей көп. Уже көбейіп жатыр деген сөз бұл. Қанша аяз болса да өлмей деген суыққа. Қазір көрейік, қозғалу керек орындарынан. Бұл енді қатты жүрмейді, жай жүреді. Мінекей қарасаңыздар, жыбырлап жатыр уже. Мына екеуі бір-бірінің қасынан өтіп баратыр. Мына қоңыр точканың бәрі осы паутина клеш. Мінекей жыбырлап кетіп баратыр жаймен. Білмеймін, енді телефоным қаншалықты көрсете алатыны анық. Мына жыбырлап кетіп баратыр. Бұның бәрі тірі. Бұл яғни жапырақта сарғайтып жатыр деген сөз. Мінекей уже сарғайып баратыр. Тағы да микроэлементтер жетіспей тұр бір жағынан. Енді осыған қарсы вертимек деген дәрі шашатын боламыз. Негізі маспилян деген порошок болады, соны қосып шашып берген жақсы, бірақ қазір менде ол таусылып қалыпты. Әзірге вертимек шашып шығатын боламыз. Мінекей гүлдеп өсіп жатыр әйтпесем құлпынайлар. Мінекей вертимек деген осындай дәрі болады, сұйықтық сары түсті болады. Енді осы дәріні осындай аппаратқа араластырып сумен шашып шығатын боламыз.